Баршаларыңызға қайырлы күн. Мен сөзімді Зейнолла Қабдоловтың керемет сөздерімен бастағым келіп тұр. Ұстаздық ету уақыт ұту емес, өзгенің бақытын аялау, өз уақытын аямау. Бірақ бұған өкінбеу керек. Жер үстінде адам баласын тәрбиелеуден асқан ардақты іс, абыройлы жұмыс жоқ. Ұстаздық ұлы нәрсе, дейді ол. Мен әрқашан оқушыларға білімдерін үздіксіз жетілдіріп отыру керектігін насихаттаудан жалықпаймын. Сол себепті де назарларыңызға білім туралы нақыл сөздерді ұсынамын. Бәрімізге белгілі ғалым Махмуд Қашқари білімдіден сөз тыңдасаң күш тасыр, үйренгенді желге ұшырмай іске асыр деп алған білімімізді пайдамызға асыруымыз керектігін айтып кеткен. Сондай-ақ Қаныш Имантайұлы Сәтбаевтың мына сөздері еске түседі. Біліміңді еңбек пен өмірдің өзінде шыңдап отыр. Сонда ғана білім деп аталатын асыл тас ешқашан тот баспаған жалтырайда жарқырай береді.